қала әкімі атынан сізге құттықтау хат жолдағымыз келеді. Қабыл алыңыз. Және естелік медалін сіздің кеудеңізге тағамыз, апа. Елес бұнды қайнақ қырғында, көкіректе әлі бір мұң бар. Көз алдында майдан даласы, жазылар ма оны жарасы. Ардагерлер саналап ерлер, төрімізге жайғасындар қайдасыныдан, қайдасыны. Все у детей сложилось лучше, чем у нас. Ну что еще? Самое главное, успехов им в учебе, в работе, чтобы всегда были примером для следующего поколения. Ну, чтобы берегли своих родителей. Чтобы не было войны, мамулечка. Да, и самое главное, чистого неба, и чтобы не было войны. Ардагерлер саналап ерлер, төрімізге жайғасындар қайдасыныдан, қайдасыныдан. Немерені ертеп алып өрге, нәр бересің жаны өскен гүлге. Майдангерлер еске түсіп күнде, жүрісіңдер ме, жүрісіңдер ме. Түпкілеп бір отын жасыны, заманы келді асылы. Ағамызды қияға қана, сілкінеміз сіздерге қара. Ардагерлер саналап ерлер, төрімізде жайғасындар қайдасыныдан, қайдасыныдан. Немерені ертеп алып өрге, нәр бересің жаны өскен гүлге. Майдангерлер еске түсіп күнде, жүрісіңдер ме, жүрісіңдер ме. Құрметті екібастұздықтар, Сіздерді Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Соғыс уақытындағы барлық ауыртпалықта абыроймен өткен ардагерлерге зор құрмет пен алғыс білдіруге рұқсат етіңіз. Ұлы жеңістің, сіздің ерлігіңіздің, табандылығыңыз бен биік рухыңыздың арқасында біз еркін елде өмір сүрудеміз, еңбектенудеміз, мәдениет пен ғылымды дамытудамыз, тәуелсіз Қазақстанды құрудамыз. Сіз өскелең ұрпақ үшін үлгі болып табыласыз. Сізге тағзым етеміз. уважаемые екібастұзцы, От всего сердца поздравляем вас с 75-летию Великой Победы. Разрешите выразить глубокое уважение и благодарность ветераны, прошедшим через вас все тяготы военного времени. Благодаря Великой Победе, вашему мужеству, стойкости и силы духа мы живем, трудимся, развиваем культуру, науку в свободной стране, строим независимый Казахстан. Вы являетесь примером для подрастающего поколения. Низкий вам поклон! Ұлы жеңіс мерекесімен! С праздником Великой Победы!